Лайф бағдарламасына қош келдіңіздер. Сонымен бүгін бізде қонақта Бажа сериалының бас кейіпкерлері Марат және Еркебұлан. Баяғыдан ойда жүрген идея. Біз баняға ол үшін бармаймыз, біз баняға жуынуға барамыз. Мүлдем келмейміз өмірде. Шетін қыздарға баратын жерлердің барлығы Шерханның өмірі. Бажадан кейін бәрі өзгерді ғой. Образды жалғастырсақ, Толик таяқ жейді ғой осы жерде. Мойында. 2 маусымда Толиктің әйелін машинаға қағып кетеді. Құрметті достар, бірден фык етіп лайк басыңыз, фык етіп комментарий жазыңыз және барлық достарыңызға таратыңыз. Сіз үшін бір ғана сәт, біз үшін кайф. Қызық лайф. Құрметті достар, қарсы алыңыздар. Бажа сериалының басты кейіпкерлері. Қошеметтеріңіз! Шерхан Пірназар! Шерхан Пірназар! Вау! Жазира Еркін! Ол болсын Шалқарова және Фариза! Жай әшейін Фариза! Мінеке, басты рөлдерін сомдағандар алдарыңызда. Қошеметтеріңіз, құрметті достар. Бажа сериалы. Негізі басты рөлдерде Марат және Еркебұлан. Сол үшін мүмкін сіздер шығасыздар қазір. Сондай ма? Дайындалып, ойнатқа бұл кімнің идеясы екен? Күшті. Кеттік ал, көрек ал. Кім жариялайды? Мен шақырайыншы. Давай, кеттік ал. Давай. Ойбай, көрейік кәні, ойбай. Құрметті достар, дайынсыздар ма? Тоқта, ал. Бүгін Қызыл Лайф бағдарламасына қош келдіңіздер. Сонымен бүгін бізде қонақта Бажа сериалының бас кейіпкерлері Марат Оралғази және Еркебұлан Мырзабек. Құрмет қошеметтеріңіз, Бажа сериалының басты актерлары. Рахмет, шақырғандарыңа. Рахмет. Не деген. Бізді шақырат деп ойламадық. Рахмет, неге төртеуің жүргізіп жүрсіңдер? Соны түсіндіріп жіберсеңдер. Негізі осы студияға қонақ болып келу арманымыз еді. Қашан шақырат деп жүрген? Кім шақырады екен деп едік. Неге, мен түсінікті, неге мына қызды алып алғансыздар? Дым жүргізе алмайды ғой. Олай болса, құрметті достар, жасыл диванға өтейік. Жасыл диванға, Мархабат. жасыл юбкамен. Қошеметтеріңізге, құрметті достар, жасыл диванға. Бажа сериалы! Қызық лайфта! Күшті. Не деген идея? Маған қатты ұнады. Мінеке, мына құрметті достар, қошеметтеріңізбен. Ең қымбат жан. Ең Бақа қымбат. мынау сізге. Шерхан міне мына. Сіздің атымыздан гүл. Да. Қалжың әрине, ладно дейді. Шерханды өзі тапсырсыншы дедік та, сіздерге. Шапалақтап қойыңыздар, құрметті достар. Фариза, мынау сізге. Сен біреудің қатынына тиіспесейсен. Жігіті бар ғой оның. По-моему, біздің күйеу шығарды осыны, иә? Мен білем ғой просто. Нені? Гүлді сыйлау идеясы біздің күйеу деп образды айтып жатыр. Сол ғой, мен ұмытып кете берем просто. Ұмытып кете берем. Сіз образдан шықпаңыз пока. Все, болды. Образды жалғастырамыз ба? Образды жалғастырсақ, Толик таяқ жейді ғой осы жерде. Ят болады, понимаете? Ят болады. Мен саған қанша рет айтам, әзілге жолама. Сеніге емес әзіл. Мақұл ма? Бірақ дегенмен достар, өз рөлдерін алып шықты ғой, көрдіңіздер ғой. Көрдіңіздер ма, ұнады ма? Күшті. Қалай болып жатыр? Жалпы сериал басталғалы біраз уақыт өтті. Бұл кеше ғана тұсауы кесілген Бажа веб-сериалы қалың көрерменге жол тартты, бірақ бір күннің ішінде трендте миллион қаралым, бұл енді үлкен көрсеткіш, үлкен жетістік. Вау.
мен ойлаймын қазіргі уақытта шынайы фильмдер, шынайы жағдайларда құралған сценарийлер жақсы өтеді көрерменге. Сондықтан да қазіргі уақытта бажа нағыз керек нәрсе. Өзінің қазақилығы да бар, шынайылығы да бар, шымшитын жерлері де бар деген сияқты. Сондықтан да мен өзім ағайын туысымнан қарап білем, сол кісілер қоштап отырғаннан кейін мен ойлаймын барша қазақ еліне ұнап жатыр деп. Негізі бажа основа на реальных событиях деп жазып қойса, иә? Жоқ, құрметті біздің әйелдеріміз ол өзінің өмірінен алып жатыр. Біздің өмірде ондай жоқ, Еркебұлан екеумізде. Бажа сериалында барлық шындық фактілі Шерханның өмірінен алынған. Ішетін қыздарға баратын жерлердің барлығы Шерханның өмірі. Оның бәрін сіздер өздеріңіз көздеріңізбен көріп, сосын жаздыңыздар, иә? Жоқ, айтып берді бұл. Просто айтып берді. Жоқ, естідік қой, айтып берді. Ең басты сұрақ, жалпы бұл актерлық құрам қалай жиналды және қалай бұл сериалда басты рөлге кіргендеріңіз жөнінде? Мені бірден шақырды, білмеймін, сіздерді қалай екенін білмеймін. Мені бірден алды. Жоқ, маған осы жоба басталайын деп жатқан кезде, осы жобаның продюсері Ақылбек Досжанов хабарласты. Осындай жақсы жоба бар, кел көрейік деп, сол жерде бірден Али Ниязбеков режиссермен проба жасадық, сізбен ойнадық. Сол жерде бір-бірімізбен сіңісіп кеткеннен кейін бірден кірісіп кеттік қой. Ың әрпін анық айт. Сіңісіп деген кезде ыңды анығырақ айтсын. Үйренісіп кеттік қой. Басқанат. Каналды біреу қосып қалған кезде сіңісіп кеткеннен кейін деп тұрса, уже түсінбей қалды мүмкін. Аз сіз, Фариза, қалай келдіңіз? Мен кәдімгідей справедливо кастингтен өттім. Келдім, сен болдың ғой? Иә. Бұл рөлге айта кетейін, ешкім келмегеннен кейін жалғыз Фариза келді. Күшті ойнап шықты. Және ұл болсын. Мен де Фариза сияқты кастингке келдім. Азиза шақырды. Азизамен бұған дейін жұмыс істеген болатынымыз. Иә. Таныс арқылы келдім ба сонда? Азиза осындай рөл бар, келіңізші деп пробаға, бірақ өзіміздің актерлық шеберлігімізбен өттік деп ойлаймын. Ал сіз, Бажеге? Сағат 4:30-да Азиза звондады. Осындай кастингтан міне, бас продакшндан. Жоқ, кешке. Сөйтіп осындай Бажа деген веб-сериал бар, соған кастингке келесің ба деп шақырды. Сөйтіп бірден бардым, жасап кеттім. Ертесіне екеумізді шақырды, азанда. Азанда шақырды, сөйтіп екеуміз сіңісіп кеттік бірден. Күшті, міне таза жауап, таза керемет жауап. Мысалы, біздің әкелеріміз, ағаларымыз, олар кәдімгідей Бажа ретінде мықты араласатын еді ғой баяғыда. Қатты дос еді. Сіздерде жалпы отбасыларыңызда сондай қатынастар бар ма? Мен өзім отбасыда 5 ағайындымын, 4-ші қызбын. Менің үлкен 2 әпкем тұрмыс құрған. Олар между собой Бажа болып, күшті дос болады, араласады. Сон маған тиіседі. Біздің Бажамен қашан таныстырасың деп. Ладно тогда. Қош өте қойыңыздар, құрметті достар. Жоқ, бұл жерде әзілдеп сөйлеу, немесе бір нәрсе қосып сөйлеу мүмкін емес. Я как по минному полю хожу. Просто бір сөз айтам деп уже кетіп қалдым. Неге мүмкін? Сол Фариза тырысып жатыр, бағанадан бері. Қанша попытка жасады, қарашы, бәрі. Лишний раз сөйлемей ақ қойын деп отырмын ғой. Жоқ, сен лишний раз сөйле. Мынау сенің лишний раз сөйлемей ақ қояқ дегенің болса, мен білмеймін, айналайын. Сериалда да осындай болды ғой образдарыңыз. Иә. Тисе береді маған. Съемка кезінде, вот сіздерге айтайын. Каждый раз тисе береді, уже надоело. Жоқ, мен жалпы... Зорға келдім мен осы жерге. Құпияны... Кім шақырды құдай? Зорға келдім де бір жұлқылап алып келген адамдар ұқсап. Негізі құпияны ашып кетейін, мысалы ойнаған кезде Марат пен Жазираның екеуің партнерский ойнаған көресің, бір-біріне пас беріп, қандай тамаша тандем. Ұл болсын мен Шерханды көресің, қандай бір-біріне ана көздерінен жас аққызып, нақты жалғыз өзім тарта беріп, шаршап кеттім, ішіне керек бар ғой, бір нормальный партнер бұйырмады ғой. Пас бермейді. Еркебұлан, енді шындықты айтшы. Не деп? Енді қазір шындықты айтшы, қалай ойнағаныңды. Айтып отыру шындықты. Как ты восхищался мной? Давай, Қала? Мойында. Как ты восхищал? Сонымен қалаулым бағдарламасы жалғасуда. Біз қазір Фариза екеуміз сырласып өлмесіне кетіп қалайық.
айта кететін нәрсе, Шерхан театр актері, кәдімгідей, иә? Ол болсын театрда ойнадың ба сен? Жоқ, ойнаған жоқпын. Мен Жүргеновті бітірдім, актер шеберлік мамандығында, бірақ театрда жұмыс істеген жоқпын. Көптеген сериалдарда басты рөлдердің бірін сомдаған актриса Жазира. Енді бұл қыздың кино жолына, жалпы шығармашылық жолына келу тарихын өзіміз білеміз. Оны айта кетейік, құрметті. Сонау осыдан 15 ғасырда Вузиры деген сериал бар. Сол жерде Жазира кейінгі эпизодтарда ойнай бастадың. Алғашқы маусымдарында Крафтас деген шай құюшы болып, сөйтіп солай эпизодтарға келіп, қазір біраз картиналарда басты рөлдерді сомдап жүріп. Сонымен қатар Бажа сериалында. Қошеметтеріңіз, құрметті достар. Мінекей қандай жолмен келген, оңай емес ол. Бірден келе салып актриса болып кеткен жоқ. Вот еңбектің арқасында. Міне, еңбек деген осы, Фариза. Айналдырған бір. Жоқ, Фариза да мықты ғой. Фариза бұған дейін Ақ жауын дейтін сериалға түсті. Иә? Өзі жауып, кеуіп, жоқып кетті. Жауып, өзімен өзі жауып, жоқ уже. Талай сериал, одан кейін бұл кісі әнші ғой. Иә, келді ғой, дәл осы сахнада. Осы студияда қонақ болып кетті. Қай топтың әншісі? Жейран тобы. Қазір ән айтпайсың ба? Мүлдем? Қазір ән айтпаймын. О кезде де айтпағам, қазір де айтпаймын. О кезде плюс, қазір де айтпаймын. Так? Жоқ, айтпаймын, шын мәнінде қазір кішкене киноға қарай Бет бұрдың. бет бұрдым, иә, өлең айтпаймын. Бірақ енді өмірде бәрі мүмкін ғой, мүмкін қайтадан айтып бастаймын. Даусым жақсы, сондықтан сен тиіспей отыр маған. Күшті. Ал қалай ойлайсыздар? Неге осы түрлі, мысалы, ана туралы ән бар, әке туралы ән бар, тіпті жезде туралы бар, жеңге туралы бар. Неге осы Бажа туралы ән жоқ? Қалай ойлайсыздар? Бір қарап тұрсаң, жоқ, бар бір анда шансон түрінде бар, бір тойдың стилінде бар, бірақ бір кәдімгідей тыңдайтындай, көңілді, күшті бір хит болып кететіндей ән жоқ. Қалай ойлайсыздар? Мүмкін осы енді қазір трендте жүрген Бажа сериалы біраз қаралым жинады ғой. Осының арқасында мүмкін кім біледі, кейбір әншілеріміз ән жазып кетер, Бажа сияқты. Бажа деген ән. Или мүмкін бұрынғы әндерді өзгерте салады. Мүмкін. Немесе хит әндерді өзгерте салуға болады мысалы. Бажа, бабамыздан қалған. О, молодец. Бажасы бар адамда Міне, ешқашан қартаймын. Сосын тағы қандай вариант? Фариза, кәні сенкін тыңдап көрейік. Бажалар бақтарда сайраған деген бар ғой, түркістанский. Ол болсын, сенде қандай вариант бар? Маған ойлар кеш келетін еді қазір. Күтіп отырым дейсің ғой. Ол болсынға көктем кеш келеді деген сияқты. Ол болсынға Бажа кеш келеді. Кешіп жатыр өзі. Бажа, мен сені мекке. Тағы. Өйтіп айтпайды. Тағы қандай вариант? Айта бер. Ағаш ектім жемісін бажама деп. Кайф вариант, қошеметтеріңіз. Негізі давай тағы бір вариант, қандай? Өз бажаммен көрісіп келем. Задраддиннің өлеңі бар ғой сондай. Білмейміз оны. Жоқ, жастар біледі Болмайды ол. просто. Садраддинікі ба? Оригинал қандай оның? Оригинал қандай? Өз Өз қолымен күресіп ойыммен келем. көрісіп келем. Өз қолыммен күресіп келем. Өз қолыммен күресіп келемініз. Өз қолыммен күресіп келем, әйелмен ұрысып қалғанда деші. Сен бажа болсаң инабатты. Хорош, жақсы. Сонда да Фаризаны күтіп отырмыз. Так. Мен түсініп отырмын Фаризаны. Әлі демалыстан есін жемей отыр да. Жақындағанда Фариза Франция, Италияға барып кәдімгідей күшті бір саяхаттап қайтты. Көрініп тұр ғой өзі кәдімгідей бір итальянка болып стиліне де қарап. Жалпы Европаға барсаң әндерді ұмытып қаласың екен ғой. Иә. Айтамай қаласың. Қалай барып қайттыңыз? Қалай демалыс қалай өтті? Күшті. Франция емес, бірақ Италия, Швейцария болды. Францияға бармадың ғой? Францияға үлгермедік енді. Ақша жетпеді. Оқы жетпей болды. Кіммен бардыңыз?
Мен негізі тур жасаймын. Келесі турға барсаңыздар болады менімен бірге. Қандай тур? Осыған дейін біз Турцияға жасадық, сосын Европаға жасадық. Мен организатор ретінде тур жасаймын. Ол қалай ол тур деген нақтырақ түсіндіріп өтсеңіз? Кез келген адам менімен бірге бара алады, сатып алып. Сосын біз сол жаққа барып, көрсетеміз, гид болады қасымызда. Ол сатып алады, еще саған сатып алып бере ба? Не деген выгодный тур адам? Мен де тур ашам, құрметті достар. Сатып алып мені алып кетіңіздер бірге. Кез келген жаққа бара береміз. Жоқ, сондай ретрит сияқты ғой. Әйелдер в основном, әйел адамдар барады. Әйел адамдар барады, основном. Ондай Еркектерге баруға болмай ма онымен? Болады енді, бірақ ондай аз еркектер. Негізі еркектер Қазақстан жақсы көреді ғой. Любой тусовка сол баняда, сіздер сияқты. Жоқ, сен қайдан білесің оны? Сен сондайсың ғой, Еркебұлан. Жоқ. Сен оны қайдан білесің? Айтпа дедім ғой деші. Фаризаның жаңағы стористеріне қарасаң, кәдімгідей бір психологиялық сондай мәндегі ойлар өте көп, ретрит. Рахмет. Ой. Медитация. Гуглдан алады да, скопировать, вставить дейді, сонымен өзі жазып жатыр дейсің ба, құдай ау? Я стараюсь, Фариза, я стараюсь изо всех сил. Ангел и демон. Екі жағында. Жоқ, жалпы біздің сериалдағы келіншектеріміз кәдімгідей шетелге шығып тұрады, мінекей Италияда жүр, Жазира Москвадан келді жақында, Москвада не істеп жүрсің? Мен негізі Мәскеуге актерлық курстарға өзімді жетілдіру үшін барғам. Содан кейін импровизациялық шоу құрдық сол жерде. Стендап комиктермен бірге ол жақта стендап әзілдер жақсы дамыған ғой. Сондықтан сондай импровизациялық шоу командада өнер көрсетем қазіргі уақытта. Қошеметтеріңіз. Ол болсын, сіз жақында Жоқ, сен неге қайда? тиіспейсің, Светратыш? Неге тиіспейсің қыздарға? Адал ғой еңбегі. Мен үшін ұспай. Өзі ғой, өзі кетті ғой. Біреуге ақша төлетіп, мен қастарында барам Италияға деп. Я люблю дождь, можно скрыть слезы деп жазып қоясың. Болды, сонымен жүресің Колизейдің алдында бір. Сол Колизейді өзің салған адамдар ұқсап. Өз-өзіңді ұста. Бәріміздің жүнімізді келтірдің негізінде. Бачыт болып жұмыс істеп жатырық мына жақта Италияда жүр. Жүр, Всегда нравится возвращаться в Италию деп. Ай, 2 рет барған ғой, жіберсей басқаларды. 4 рет. 4 рет барған. Міне, пожалуйста, халықтың ақшасы қайда кетіп жатыр? Фаризаның Италиясына. Так, ол болсын, сіз қайда? Бишкек, қайда? Ташкент, қайда барып қайтыңыз? Биыл барған жоқ мен ешқайда. Биыл ешқайда барған жоқсың. Барамын бірақ. Қайда барады? Қайда? Ойланып жатырмын. Так. Мысалы, ойыңа қандай келіп жатыр? Мына жаққа барсам екен. Қайда? Немесе Таиланд. Пхукет. Пхукет. Жаққа да барып қайттың ба сен? Оны да көрген ғой. Пхукет күшті дейді. Так, қашан бардың о жаққа? Осы жылдың басында Пхукетте болдым. Күшті әдемі жер екен, Қанышты мына, қанышты кәдімгідей адам көре алмай өлетін болдық. Жоқ, Бажада просто біздің гонорар өте жақсы болды негізі. Сенде гонорар болды ма не? Братан, біз не тегін түсіп жүрік? Еще жазасың, еще түсесің. Бәрекелді достар, мінекей осындай, негізі біздің түсірілім алаңында осындай атмосфера болды негізінде, Негізі өте қарым-қатынасымыз өте жақсы, доспыз. Мынандай әшейін қазір ойнатып жатырмыз, по идее. Бұлай шын өмірде вообще амандаспаймыз да. Жалпы бұл сериал жөнінде айта кететін болсақ, енді біз білеміз ғой, енді автор ретінде сіздерден естігіміз келеді. Негізі шындық бар, бірақ басты бір месседжі бар ма, бір айтар ойы бар ма? Қалай ойлайсыз, Бажеке? Так, енді бұл Бажа сериалы өте жақсы, қазіргі таңдағы актуальный тема ғой енді. Сондықтан бұл Бажа, бұл ең бірінші біздің салтқа, біздің ұлтқа өте жақын, өйткені бұл атамыз заманнан келе жатқан бажалардың арасындағы бір тату-тәтті, бір-біріне деген қарым-қатынас, бір-біріне деген ым-жым, соның барлығы негізі менің ойымша енді қазір 21 ғасырда көп адам енді телефон енді қазір цифровой заман болып кетті ғой. Сол Бажаны көргеннен кейін мүмкін баяғы кезең қайтып оралар ма? Баяғы дәстүрлер қайтып келер ме екен деген ой ғой негізінен. Сосын мысалы бұрын
бажалар балдыздарына маған жақсы бажа кесінші деп өздері ат салысып жеңгетай болып өздерінде жақсы бажа іздейтін. Білесіздер ма? Қазір ондай жоқ. Мүмкін осы бажа сериалын көріп, өздерде осындай бір банда болып жүргісі келіп, өздеріне бажа іздеп, балдыздарын тұрмысқа беретін шығар. Деп жездерлеріме айтып жатырмын. Хотя WhatsApp-та бір чат ашатын шығар, бажалар деген. Может, біреуде жоқ шығар ондай. Жоқ, негізінде бұл сериалдың басты құндылығы, енді басында кішкене бұзықтау болса да, негізгі ой ол әрине отбасылық құндылықтар. Не істесең де, қандай болсаң да, өзіңнің отбасыңнан, өзіңнің жарыңнан, жан жарыңнан, бала шағыңнан артық еш нәрсе жоқ деген бой айтылады. Сондықтан соңына дейін көріңіздер. Кейбір құрметті достар комментарийде бұл сериалдың қандай тәрбиелік мәні бар деген сұраққа жауап іздегендер, осы сериалды соңына дейін көріңіздер. Барлығы сонда. Қошеметтеріңіз. Бұл сериалда көп құпиялар айтылған. Сіз өздеріңіз үшін бір жаңа нәрсе таптыңыз ба? Көрдіңіз бе? Мен мысалы ау деген теманы білмейді екенмін. Мен соны площадкада білдім. Кәдімгідей ол жерде стратегия ойланып үлгереді. Сосын рыбалкаға қалай баратынын білдік. Сосын кішкене біліп қалдым. Действительно күшті екен ғой деп. Ер адамдардың психологиясын көруге болады негізі. Көп нәрсені әйел адамдар байқамай қалады екен, да? Сондықтан көріңіздер сериалды. Маған вообще мынаның бәрі лайфхак болды ғой. Мен бәрін біліп алдым ғой. Все. Мен қазір егер тұрмысқа шығып жатсам, у меня все схвачено. Мен бәрін білем. Ау десе, отвечай просто. Резко отвечай. Тез жауап бердіңіз. Өздеріңізде қалай болып жатыр енді? Біздікі... Біз білеміз ғой, біз стратегический ход қой, біз тек қана ескірген, строго өткен лайфхактарды ашып бердік та, әлі талай біз ашылмағандар, ешкім білмейтін жаңа Жалғасы лайфхак. бола ма бажаның? Может, жалғасы болған кезде тағы сценарийға қошады? Иә, жалғасы болады. 2-ші маусымда Толиктің әйелін машинаға қағып кетеді. Сөйтіп, ары қарай Толик өзі бойдақ болып жалғастырайын деп жатыр. Шерхан негізінде осы жобаның түсірілімінде параллельно десек те болады. 4 жобаға түсіп жаттың сен, Қалай өлгерді білмеймін. Әбет ішіп атсаң барып түсіп қайтады. Жоқ, сен неге Италияға бармайсың онда? Ерте әлі. Кеше ғана Қатонқараға барып келдім, пока Италияға қайтам. Өзімнің кереметтей Дархандай далам тұрғанда. Дархандай далам. Дархандай дала. Сосын айта кететін нәрсе, біздің Шерхан негізінде ең бір танымал персонажы бажаға дейін. Қазір енді білмеймін қалай. Рауза сериалында Манқа. Манқа болды. Манқа естеріңізде ме? Білесіздер ғой, қалай керемет ойнап шықты. Қалай жалпы сен көшеде көрген кезде қалай? Шерхан деп айғайлай ма, Манқа дей ма қалай? Енді көп жағдайда қазір Манқа дейді, оның үстіне Инстаграмда да Манқа, сен андайсың ба шынымен де деп көп адам кәдімгідей жазады. Одан кейін номеріңді бер, анау, сен анау қыздың обалына қалдың, біз ондай ұлт емеспіз, біз наоборот аялауымыз керек, сен ана қызды құрттың, бүйттің, сөйттің деп көп адам басына негативный пікірлер әлі күнге дейін жазып тұрады. Бірақ дегенмен де оның барлығы енді жай ғана образ. Сондықтан мен ойлаймын, енді халықтың көңілінен шыққаны соншалықты сендіріп жүргенсің ғой. Сендіріп жүріп тұрмын осында. Манқа деген кезде ренжімейсің ба? Манқа дегенде болады. Кейде енді осы әр актердің негізі бір несі бар ғой, жаңағы бір карточкасы бар ғой, енді Асанәлі атамыздың Бекежаны бар, одан кейін жаңа Еркебұлан Дайыровтың Момышұлы бар, Дулғағаның Серан Братаны бар, Рүстемнің жаңағы Қылышбегі бар деген сияқты. Кейде ой болады, осы Манқамен қалып кетпеймін ба екен, Манқа деп. Бірақ сол жағынан үрей, ал қалған жағы бәрі нормально. Сол екен ғой, бір 10 проект аватқан параллельно. Ұмыттырып жүрейін деп жүрсің ғой сен, Барынша ма? Дегенмен керемет ойнап шықты. Әлі де сериялардың астында сөйтіп жазып кетіп, мынау Мәкен ғой деп. Демек, сендіріп кәдімгідей керемет жоғарғы деңгейде ойнап шыққаны ғой. Қошеметтеріңіз? Ал енді менде идея, жігіттер.
Вау, өз жылына бір рет идея шығып тұрады бұл қызда. Так. Сендер бізге сұрақ қойып тиісіп жатсыңдар. Давайте біз сендерге қояйық сұрақ. Жігіттер, сендер Бажа сериалының басты кейіпкерсіңдер, иә? Толик. Ұтып қалдым ғой, Осы жерде Бұл махаббат қой, сені есінде сақтап алған. Иә да. Айтып қойсайшы, сен есіңде ма? Давай. Надежда, үміт тек қана Бажекеңде. Кім персонаждың аты қандай? Развод, все. ойланып қалғаным Сен ведущий болам дейсің, айналайын. Қай жерде түскеніңді білесің бе өзі? Эй, подожди, проект 1 жыл бұрын бітті ғой, 1 жыл. Монтаж 1 жыл жасадыңдар. Никак не могли там справиться. Енді шықты. Поэтому, сори, ұмытып қалдық. Ойбай. Енді давайте бәрі. Құрметті достар, монтажды ұзақ жасамаңыздар. Фариза есіндерді жаттай алмайды екен, мүлдем. Бажа сериалының басты кейіпкерлері. Толик, Муха. Сіздер енді қонақ болыңыздар, ал біз сіздерден интервью алайық. Мына жерге отырыңыздар. Келіңіздер, Ал, көрейік, шапалақтарыңызбен. Қазір көрейік, жақсылап қараңыздар, қандай жүргізуші Ал болатынын. көрейік. Енді бізді де кейіпкер ретінде сұрақ қойғысы келіп жатыр ғой. Иә, көрейік. Аха. О, қош келдіңіздер. Былай отыруға болады ма? Қош келдіңіздер. Ал. Жігіттер қалайсыңдар? Жақсы. Не жаңалық ал? Не жаңалық болып жатыр бұл өмірде? Бажа сериалдарыңыз шықты, құтты болсын. рахмет. Ой, 1 миллион рахмет. просмотр болыпты, сол үшін. Иә, құттықтап қояйық жігіттер. Шапалақ дегенде микрофонға Өздері айтсаңыз. идея авторы, өздері актер, Иә. өздері жүргізуші. Одан басқа қандай жаңалықтарыңыз бар қазір? Негізінде қазіргі таңда біз Қызық Лайф бағдарлама бір түрлі екен. Қазір тисеміз. Иә, Қызық Лайф бағдарламасын жүргізудеміз, және де Бажа сериалы басталды, сонымен айналысудамыз. Мүмкін Бажа сериалының 2-ші маусымы шығады. Бұл жерде тек қана біз емес, авторлық құрамда Бірнеше адам бар. Медет Аманбаев деген жігіт бар, Абзал Қамбаров, Еркебұлан Бердалиев деген жігіттер бар. Қошеметпен қолдап отырыңыздар. Жақын арада тағы бір жаңа сериал түсірілмекші. Иә. Түркістан жайлы, Түркістан қаласында түсіріледі. Енді сценарий жазған екеуіңіз, дұрыс па? Екеуіңіз, мен өз көзіммен көрдім, екеулеріңіз идея шығып кетеді сосын. Помнишь, сенің өміріңде андай болып еді ғой? Помнишь, Мара анау кезі? Сөйтіп. Қалай тиісіп жатыр бізге? Жоқ, рас қой, рас. Ойдан шығарып жатыр. Күшті шықып тиісіп жатыр кәдімгі. Жоқ, рас. Өтіп кетіп жатыр. Ұялып кәдімгі. Мені жаман ұялдырып жатыр. Жоқ, негізінде ол барлық жерде көрсетіліп жатқан шындық қой, в принципе. Ол біздің өмірден емес. Ағаларымыз айтып берген оқиғалар. Жан-жақтан жинаған. Достарымыз айтып берді. Шерхан айтып берді. Мына Бажа сериалындағы образдарыңызбен өмірдегі өздеріңіздің образдарыңыз қалай, қаншалықты ұқсас? Өмірдегі Марат қандай? Жазира Сұлтан қызы. Сұрақ қойған. Оған Шерхан жауап берсін. Енді Бажада Баханың өмірі енді кішкене закрытый өмір ғой. Ал енді өмірде енді Шерхан ашық жарқын. Сол 40 қыздың арманы, жігіттердің сұлтаны. Анақта грим жасаған қыздар айтты. Кетей деді ғой. Ал Еркебұлан Мырзабек не дейді екен осы? Жалпы Төлеген деген кейіпкері келетін болсақ, Төлеген сериалда жауапкершілігі жоқ, өзі жұмыс істемейді, ақша таппайды, әйелінің мойнында отқан, сондай бір қызық болу үшін ойлап табылған персонаж. Мүлдем келмейміз өмірде. Мүлдем противоположный басқа адам. Сөзімді бөлме! Мен до конца айтып алам. Жалпы Төлеген ол тек қана кинодағы персонаж, ал өмірде мен ондай емеспін. Рахмет. Бір нәрсе айттыңыз ба, Фариза? Өмірде қандай екенін көрдіңіздер ғой, Жоқ, негізінде ол жерде біз ойнаған жоқпыз. Яғни сіз өзіңізді ойнадыңыз. Иә, біз өзімізді ойнадық. Бірақ енді берілген ситуацияда десек болады, да? Иә, берілген ситуацияны өзімізден өткізіп, шынайылықты көрсетуге тырыстық. Жалпы режиссердің де алға қойған, бізге сол жақта қойған
несі тапсырмасы сондай болатын. Қатты КВН қылып жіберіңдер, ал өмірді көрсетіп жіберіңдерші деген екен. Жалпы актер болған сіздерге ұнады ма? Иә, жақсы екен, маған ұнады. қошеметтеріңіз. Актер ретінде қандай гонорар аласыздар сіздер, егерде құпия болмаса? 6-0 бар гонорар. Бірақ алдында бірі жоқ, просто 6-0. Подряд. 6-0 арасында өзіміз төлеп тұрдық. Жалпы осы біраз құпияларды аштыңыздар ғой. Ер азаматтар тарапынан сіздерге бір қысым көрсетіледі деп қорықпадыңыздар ма? Немесе неге айтып қойдыңыздар? Жоқ, өйткені біз көшеге шықпаймыз. Жоқ, ешкіммен араласпаймыз. Все, хорошо. Онда жігіттер, алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіздер, қандай жобалар болады, қандай жақсы рөлдері бар жобалар болады, мысалы, бізді шақыруға болатын деген сияқты. Не деген заход, бізді шақыруға болатын деген. Еркебұлан, Марат, үлкен рахмет. Шын айтам, жақсы көрем бұл жігіттерді. Қалжыңмен, бірақ үлкен алғысымды айтқым келіп отыр дәл қазір. Осы проектке шақырғандарыңа үлкен рахмет. Актерский состав өте мықты, съемочная команда ең күшті, мықты команда. Сондықтан да Бажа телесериалына дұғыл шапалақ. Осы жігіттердің арқасында осындай пайдалы, әдемі контент жүріп жатыр қазақ киносында. Айтпақшы режиссер Ален Ниязбеков, оператор Қанатжан Мырзағалиев. И ең бастысы, бас продюсер Ақылбек Досжанов. Өзіміздің орнымызға отыра берейік пе? Болды, енді әркім өз орнына отырсын. Қой, айналайын. Жоқ, күшті екен, аха. Кім, сен вообще жүргізбей ақ қой, кім? Отыршы, давай. Болды, жетеді сен. Негізі қонақ ретінде отырған кәдімгідей басқаша екен. Спасибо вам за опыт. Рахмет. Күшті болды негізі. Қандай керемет идея. Тамаша. Молодцы. Бажа сериалының ең сұлу, ең керемет актрисаларына қошеметтеріңіз достар. Ең талантты, ең сұлу, ең көркем, және де ең брутал. Қазіргі таңда ең ерекше өзін көрсетіп жүрген актерлердің бірі Шерхан. Рубашкасын қарашы, рубашкасын. Нұрболат Абдуллин сияқты бір тимесін ашып қойып, көкірегін. Таза продакшн. Нұрболат Абдуллин де ондай пресс жоқ ау деймін. Сен білесің ғой енді оның барлығын. Кімде қандай пресс екен біз біле бермейміз. Шапалақтарыңыз құрметті достар. Әне. Пожалуйста. Арғарай жібересің ба? Арғарай жіберейін деп отырсың ба? Бәрі бірінші серияда көріп тастады деп ойлаймын. Одан кейін өзгерді. Сен негізі арнайы спортпен айналысасың ба? Жоқ, арнайы спортпен айналыспаймын. Негізі бала кезде күреске қатысқаным, содан қалған ғой. Қызылордада. Қызылордада 9-шы классқа дейін қатысым, содан кейін бірде-бір залға барған емеспін. Өнер барысына да қатысып Өнер көрдің, барысына иә? Екінші орын алдың, қателеспесем. Екінші орынға ұтылған жоқ. Еркебұлан Дайыровқа, яғни өнердегі ағасына жолын берді, сыйлап, иә? Жай поясын таға салды. Міне, қандай Мен керемет. күйеуіміз сондай. Ау, Күйеуім сондай деймін. қыстырылып қал сенде, иә. Сен өзің күйеуіңді мақтамайды екенсің вообще. Мен білемін ғой, мой муж самый лучший екен, білемін ғой. Міне. Мынадан үміт жоқ шығар. Жоқ. Грамм іштен айтпайтын жаңа. Іштей мен күйеуім алғаш. Дұрыс айтты. Міне, таза, біздікі адалғандай. Фальш жоқ. Сонымен құрметті достар, дәл қазір шағын ойын ойнайық. Негізінде бұл сериалдың өзінің мәні сондай ғой. Еркектер бірін-бірін мықты түсінеді, қыздар одан да мықты түсінеді бірін-бірін түсінудің деңгейі қаншалықты екенін тексеріп көрейік. Онымен қатар актерлік шеберлікті де тексеріп көрейік. Былайша айтқанда крокодил ойыны. Крокодил. Экранда жасырын сөз тұрады. Ол жасырын сөз киноның атауы. Команда мүшесі ортаға шығып, сол жасырын сөзді ыммен, мимикамен көрсетеді. Қалған мүшелер сол киноны табу керек. Екі топқа бөлеміз, қыздар, жігіттер болып, бажалар және апал-сіңлілер. Сұрақ, шетелдік кинолар ма, әлде отандық? Отандық, шетелдік. Өзбекстандікі, тек қана. Шетелдіктен өзбекстандыққа. Әртүрлі кинолар, көбінесе отандық кинолар болу керек. Сіздерден кім болады сонымен? Жазира, кетті. Шапалақтарыңызбен. Кеттік. Жазира ортаға. Біз артта тұрасың. Артта тұрайық, біз басқа команда. Сіздер артқа қарамаңыздар. Кеттік. Сонымен
Алғашқы жасырын сөз. Аха. Так, мін. Бойы кішкентай. Қортық. Қортық келе. Кетіп Бандит. Сержан Братан. Тарихи. Тарихи кино. Қожа. Менің атым Қожа. Тамаша. Аха. Крутой бандит. Сержан Братан вот это вот. Мәссаған. Кәні ары қарай. Түшкірді. Аха. 5.32. О, мә. Фариза, включайся. Келесі. Аха. Қыз жібек. Қайдан білет бәрін. Аха. Мистер Бин. Кто ты, воин? Это... Қазақ хандығы. Не деген Фильм логика. ужасов. Так, не это, мен көп көрмеймін. Крик. Подождите, отандық кино деген жоқсыздар ма? Әртүрлі дедік. Аха. Only you. Отандық па? Отандық кино ма? Отандық. Голливудский, да? Жарайды келесі. Оха. -1. Тарантиноның киносы ма? Жоқ, подожди, боже. Бейонс. Маска. Керемет қыздар, -1. Подожди. Аль Пачино түскен. Роберт Де Ниро. Аль Пачино. Крестная отец. Вау, наконец-то! Молодец, Фариза. Осында, ал. Ё-моё. Ол кейіпкерді неге өйтіп көрсетіп жатыр екен? бажа ғой. Жоқ па? Білейін. Тоқта, отандық кино ма? Отандық. Екі адам. Келе жатыр, өздерінше бір адам. Келеді да, сосын қарайды да, келіп чик-чик-чик-чик. Бажа ма? Жазып жатыр. Қазақстандық кино ма? Патруль. Короче, Саке. О. Келесі. Не, эскортница немесе шекер. Тамаша. Матрица ма? Тамаша. Аха. Глазок. Баняға қарайды дейді. Терминатор. Фариза, жарайсың. Тамаша. Керемет. Рахмет. 15 нұсқаның біреуіне ғана жауап берді. Біреуін, қалған 14-ін барлығын тапты. Бәрекелді, Жазира және команда. Ұл болсын кино қарамайым деп бәрін тапты ғой. Сен ұл болсын вообще жұмыс істейсің ба, не істейсің сен? Сериалдың бәрін көріп Мен стамын. жалпы кино мүлдем көрмеймін, сериалда көрмеймін негізі. Так, бізден кім? Бізде енді нағыз актер Шерхан өзі көрсетсін. Біз мұнда Сіздер отырайық. жайғасыңыздар. Бажалардың бірлігін көрсететін кез. Так. Кәні. Аха. Очки бар. Шурик. Гарри Поттер. Так. Пойзон. Мұрты бар. Так. Отандық кино. Көрсет. Аха. 532. Менің Тақиялы періште. Так. Человек-паук. Мә. Базекеге қошемет. Так. Халк. Сендер Сәл күті көрек еді, сәл көрек еді. Палева. Так. Сендер білесіңдер ау сол сценарий. Білмейміз ат түтчі. Наны қазір. Онда келесі. Наны көрдің енді.
Кинг-Конг. Чужой. Вампир. Вампирлер туралы. Так, Дракула. Атын көрсет. Дракула. Морбиус. Басқалай көрсете бер. актерскийіңді көрсетіп жібер енді Шерхан. Так, Моя вампирлер жена туралы. кровосос. Блейд. Кім? Көзі жанып тұр. Кім еді? Так. Уақыт бітті. Не шығар анау, не еді анау? Все, уақыт Мелодрама ше? Сумерки ма? Сумерки. Сумерки ғой, Иә, иә, болды ғой, иә. Таптым ғой мен, иә. Келесі. Так. Қатып қалады. Шекер ғой? Опа. Так. Жүгіріп барап. Игра в кальмара. Бәрекелді. Рекетир. Мә. Бір удармен түсіндіріп Так. тастадым. Хатико. Так. Кім? Саке. Отандық па? Жоқ, шетелдік. Отандық емес. Жоқ, Сакеде ондай Шетелдік. қандай актер? Бетховен. Кролик Джоджо. Давай, И- Шерхан. Ё-моё. Винни-Пух и Пятачок. Қазір уақыт бітеді жігіттер, давай. Так. Семіз. Шрек. Так. Так. Ага. Келді. Талпамен бірге. Бригада. Ё. Кім? Фариза? Джим Керри ма? Эйс Вентура? Жоқ. Ну, иә, ну, енді қызды көрсетсе, қызды. Так. Красавица и чудовище? Ага. Фаризаң ішіп алған кезі? Давай, Шерхан, давай. Главный нәрсе. Не ғой, Голум. Властелин колец па? Не болды ау бұл? Көрсет. Біреуі осындай. Екіншісі. Мындай. Бажа ма? Үшіншісін көрсетсе енді. Үшіншісін көрсет, давай. Үшіншісі. Ой, өзін әдемі көрсетіп қояды жүре. Қошеметтеріңіз! Болды, я? Бәрекелді. Так, 14-те 14 па? Жаңа көрмеген киносын айтқан жоқпыз, бірақ 14-те 14 болды. Қошеметтеріңіз! Шынымен де Бажеке, красава. Актерлік шеберлік мықты, Жазира, тамаша. молодец. Бәріміз вообще. Әгел. Молодец. Команда ғой. Ұнады ма? Достар, ендеше мінекей бүгін өте керемет әңгіме қозғадық. Өзгеше бір сұхбат болып десек те болады. Тіпті бізден сұхбат алып кеттіңіздер, барлығын өзгертіп, сындырып жібердіңіздер. Соңындағы мына ойындарыңыз мүлдем бір басқа деңгей. Сондықтан сіздерге тілеріміз тек Бажа сериалы ғана емес, жалпы қай жерге қатыссаңыздар да сол жоба рейтингі мықты, керемет, табысты жоба болсын. Рахмет. Менің ойымша осы жерде отырған әр адам жалпы кез келген жобаның керемет өтетініне және де сәтті шығатынының кепілі гаранты десек те болады. Рахмет. Рахмет, үлкен. Иә. Осындай қонақ етіп, біздің жобамыз жайлы кішкене ашық айтып отырғанымыз үшін сіздерге рахмет. Осындай жақсы, сапалы
сериалдар дүниеге келе берсін. Біз осылай Қызық лайфқа қонақ болып келе берейік. Осылай шындықты жаза беріңіздер, сосын түсіре беріңіздер. Ереке, Мәке, сіздерге көп рахмет. Және де осы Қызық лайф бағдарламасының көрермендері қашанда көңіл күйде болсын. Тамаша. Фариза, алып қосарыңыз бар ма? Или тар адамсыз ба тілекке? Еркебұлан, бірінші... Еркебұлан және Марат. Иә, жоқ, саған айтқым келіп тұрған. Жарайды. Рахмет, айналайын. Үлкен рахмет. Марат, үлкен рахмет. Жалпы Қызық лайф бағдарламасының көрермендері көп болсын. Барша отырған көрермендерге үлкен рахмет. Келгендеріңізге, қарап отырғандарыңызға. Және Бажа сериалын көріңіздер. Лайк, фык, комментарий. Құрметті достар, Бажа сериалы Қызық лайф студиясында. Қошеметтеріңіз! Қызық мәдениетімен бірге өте қызық. Шапалақ думбу. Эксклюзив. Каусар Бекбосын. Қастастарым Рошын апай, сәлем. Бәрі түзеліп келет, көкжиекте күн көрнет. Сезімімді білет ора, сені сүйет ора. Думан бара! Точно сен бе айтқаның? Мен оны емес, просто думан. Не деген қарапайымдылық. Бардың арманы